Сәлеметсіздер ме? Менің құрметті, сүйікті де сүйкімді тыңдармандарым. Маған тіркелмегендер тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдап, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Авторы Ғани Бейсен, желідегі гинеколог. Сол күні біразға дейін тартысып, әуреге түсті қой. Осының бәрін бастап жүрген мен едім. Өзімді ғой, кекшіл санаймын, бірақ осы 5 қыз бесеумізде өзіміздің кім екенімізді білмей бастарымыз қатты. Бұл жайлы бұрын әңгіме қылған болсақ, жас едік, түсінбедік, ұялдық. 15-ке келгенімізде сол жазда не болды деген сұрақ келіп көкейімізге қонып алды. Рас-ау, ешкім ештеңе білмейді, ештеңе айтып бермей алмайды. Білетініміз біреу ғана, ол баяғы қораның ішіндегі қаз-қатар қабырғаға сүйеп тұрғызып, ал ана азғындардың тізерлеп отырып бірдеңе естігені. Сонда олар бізге не істеді? Не істегендерін білсек мүмкін басқаша болар ма еді? Кім білсін? Мұның бәрі біздің білмегенімізден басталды. Бір-бірімізден сұрасып жүріп сұрастық та, және талай рет сұрастық. Бірақ дөп басып айтап берер санамыз жоқ кез еді. Әне, соны нақты білу үшін біздер тағы да бас қоздық емес пе? Сенікі ауырды ма? Деймін бірінші отырған қызға. Иығын қиқан еткізіп, ернін чорт ете қойды. Ал енді сенікі ше деп сұрадық екінші қыздан. Алайда оның жауабы соған ұқсас еді. Сонда үшінші қыздың да жауабы осы болды. Ендеше қыздар, мен айтайын дедім отыра кетіп. Айт деп жамырап кетті. Айтамын, бірақ әңгіме осы жерде қалсын деп қоям өзімді бастатып. Мені шалқамнан жатқызы, екі қолымды, аяғымды жоғары көтерді. Сонан соң екі аяқ жағымнан тізіліп отырып, екі жағымды бірдеңе қапсыра құшақтап алып істеді. Сонда қарасам, аяқтарымның ортасынан әнеу бір бәлесінің ұшы көрінді. Анық байқай алмадым. Өйткені сарайдың іші қараңғы еді. Кішкентай терезеден түскен өлексе сәуледен көзіммен көргенім осы болды. Осы жағдай менде жаз бойы қайталанды. Бірақ ол мені бірде шалқалай жатқызып, бірде төрт аяқтап қоятын, ал енді кейде тік тұрғызып қойып істейтін. Онысы бәріміздің баяғы қораның ішінде істегенде еді дедім. Қан шықпады ма? Деді сұрауды көз алара кеткен бір қыз сонда. Вот, сол қан шыққан шықпаған білмеймін. Бірақ түнде жатқанда астым ашып ауыратын еді дедім. Мүмкін деді, сондай қатты ауырмайтын, бірақ ашитын деп тағы біреу сөйледі. Мүмкін үйкеле бергеннен соң қажалған шығар, деді үшінші қыз есіне түсірді. Бұл қыздікі енді тіпті сорақы, менікі анаусын басып тұрып, үлкейіп болған соң, байғұс қыз қайта түкіре бергені есімде депті. Сонда басты сұрақ, біздікі аман ба? Біз бұзылмағанбыз ба? Біз қызбыз ба? Ертең байға тигенде қайтеміз дедім бір-бірімізге қарап. Міне, осы сұрақтың жауабы жоқ еді. Құрсын, ауылдың жігітіне байға шығу деген бізге қауіпті. Далаға немесе қалаға құраймыз қыздар. Әйтпесе артымыз ашылып, әке-шешемізді жерге қаратамыз, қарабет қыламыз ғой деп шуладық. Вот, сол үшін кек аламыз деп шықтым. Жан-жақтан жамырап кеткен сұрақтар. Қалай кек аламыз, айтшы? Қалай алатын жолы бар ғой? Қалай да алатын жолдары бар. Солай жасауымыз керек, кек екенін өздері білсе деп, басқалар білмеу керек. Бітті. Сол үшін ешкімге айтпаймыз, ешкімге білдірмейміз. Тек осы төрт қыздың арасында қалуы керек. Келістік пе? Келістік. Ол малғындар осы биыл кездесулері бар екен, соған жоспары құрамыз дедік. Негізі бар ғой, менің үмітім тым қатал еді. Сол кездесуге жиналғанда қазандарына уксус құйып дегенімде айтқанымда, мұнымды қалған қыздар қолдамады. Өйткені 3 шиша уксус бір сыныпты түгелде қырып салады деді. Ол кезде бейкүнә біреулер жапа шегеді. Бұл ұсынысыма қарсы шыққан ана қыз. Себебі анау бір азғынның қатыны, бұның туған апасы, оған қауіп. Үйінің іргесінде болып жатқан байының пәлен жылдық бас қосуынан ол да қалмай барады. Бірақ онан да басқа жақын жуықтар да бар. Айттым ғой, бұл ауылдың тұрғындарының басым бөлігі екі рудан тұрады. Басқа руларда баршылық, алайда олар көп емес. Оның үстіне сондағы кездесуге жиналатындардың 80% өзіміздің руластар болып шығады.
Сонда 5 азғынға бола. Бәрін бірдей олаған дұрыс емес. Демек, менің айтып отырған вариантым отпадет, өйткені слишком суровый. Ендеше басқаша қандай вариант бар деп айтқанда қыздар, мүмкін Прокваға сенің жездеңе беріп көреміз, деді бір қыз. Вот құрбым, мынауың табылған ақыл. Ең алдымен сол азғынға беріп көрейік. Ол сенің қолыңнан келеді. Үйіне барсаң жездең емес пе? Апаңа барған боп барасың. Көзіне ала бере шай ішіп отырған шайіне құясың, кетесің, болды. Ойбай, қойыңдаршы. Аттонын ала қашты. Ей, сен қыз, бізбен бірге емессің бе? Сонда сен қалған төртеуінен кек алып, жездемді аман қалдыр деп отырсың ба? Кемеге мінгеннің жаны бір есте что. Мына біз бесеуін де аламыз. Бізге разница жоқ, солай деп шештік па, болды. Сенің азғын жездеңнен бастаймыз деп жамырап ұрысып бердік. Қыздар, қойыңдаршы, это уж слишком радикально. Сен бізбен бірге емессің бе? Біргемін ғой, но давайте другие во время. Договор друге деген жоқ, және де шешімге қарсы шығу деген де жоқ. Ыңғайлы келгенде олаймыз, қайтадан шықса, онан шықсын. Біз сол 5 азғын үшін законшы үкім шығарып қойдық. Оны орындаймыз, бітті. Сол жерде өкінішке 3 қыз таласып тастадық. Үрпе қараған қыз мойын болды. Жан-жағына төніп тұрса, қайда қашып құтылсын? Давайте вместе деп қалды сонда бір қыз. Әлгі құрбысына жан ашыған керек. Ол екеуі бір сыныпта әрі рулас қыздар. О, болды, табылған ақыл. Вместе болса, вместе барған дұрыс сияқты. Өйткені все в одном котле. Сонда кім құйғанын білмей қалады. Вот ендеше солай болсын. Саған еріп барған боп, біздің үшеуміз де барамыз. Бірақ сен құясың. Болды. Қашан барамыз? Малғын жезден үйіне, деді мен өзім. Апайытайымнан сұрап біліп, кешке жазайын. Олар жақында ғана бөлек шықты ғой. Еншімізді алдық деген. Соған мамам да түркіндетіп біраз дүние берді. Қазір олар бұрынғы дәріхананың жандағы ескі үйді жөндеп алған. Сонда тұрады, деді. Сол үйді өлімтігі шықсын деп шулап жібердік. Жездесін қимадым, әлде апасына жан ашыды ма? Ол қыз әйтеуір төмен қарады. Әй қыз, не болды сонша? Көтерші басыңды. Олар бізді ауыстырып кезек-кезек істегендерін есіңде ме? Сені осы жездең не істеп еді? Енді апаңды алып ұялмай істеп жатыр. Айтқандай қыздар, уксусты қайдан аламыз деп сыбырлады бір қыз. Уксус екенін бірінің үйінде бар ғой. Біздің үйде болу керек. Айтқандай қыздар, ертең қай кезде барамыз? Уақытын келісіп алайық. Түске таман барайық. Ол кезде апам мектепте болады. Жақында оқу жылы бітеді ғой. Соған қарбалас болып жүгіріп, мұрнын сіңгіретін уақыт таппай жүр. Ал жездең үйінде кешке ғана қорғанын сырлап ремонт қып жүрген дейді. Бұл деген біз үшін өте қолайлы кез еді. Оған бірнеше себептер болды. Біріншіден, ол малғынды жалғыз кезде улау керек. Екіншіден, так безопаснее, басқалар не страдают, особенно дети. Олар школда болады. Үшіншіден, бізден келгенін білсе де, ол малғын ешкімге айта алмайды. Өйткені бізге көрсеткені есінде. Міне, бұл деген өте тамаша емес пе, қыздар? Сонымен бір бәтуаға келген 4 қыз осылайша тартыстық. Егер алға қойған жоспарларын жүзеге асыра қалса, ертең-ақ бір азғынның көзін құртады. Және де ол үшеуін, осы 4 қыздың 4-еуі де өкінбейді. Өйткені олардың істегендері жауапсыз қалмауы тиіс. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, 17-дегі жігіттер, әрі рулас ағалар, 5-6 жастағы бүлдіршіндерге не істеген? Азғындық шек бар ма өзі? Мұндай жаста майысқан қыз болса да, мәншіктер соғысқа аттанған. Мыналар отан қорғайтын жігіттер кішкентай қыздарды қорлап жүр. Қазақ қоғамы азып тозды. Педофилдерден зорлық көрген қыздар жайлы күнде бір сұмдық естиді. Өзінің 3 жас, 5 жастағы 2 қызын қатар зорлап, астын жыртып жіберген әке жайлы естідіңіздер ме? Әке деуге ауыз бара ма оны? Әрине бармайды. Ол азғын. Өзінің 8-ші сынып оқитын қызын зорлап тудырған тағы азғын жайлы естідіңіздер ме? 16 жылы сотталып кетті. Қыз мектепте шықты. Қазір баласын бағып отыр.
Егер шатаспасам, сол баланың өзі биыл 5 жасқа келді. Әне, сол азғынды өз басым өте жақсы танимын. Ал осыдан 4-5 жыл бұрын 4 жасар қызды зорлаған әскери майор қамалды. Біз оның соты болғанын, 18 жылға үкім тағайындағанын жарыса жаздық. Сонда осының бәрін оқып отырған менде мұндайларға сенбеймін дейтін қазақтың есі дұрыс па? Әрине дұрыс. Бірақ оны әйтеуір бірдеңе деп айтып қалу керек. Олар сөйтіп өздеріне көңіл аударғысы келетіндер шығар. Сонымен сіз не десеңіз де мен мына азғының жалғасын жазайын. Қысқасы, бұл күні кеште бір жақтан бас бір жеңнен қол шығарған мына 4 қыз ана малғұндардың соңына түсті. Өздері келіскендей ең бірінші құрбаны мына қыздың жездесі болмақ. Сонда тоңазытқыш үстінде тұрған бір шиша уксусты қалтасына салып шыққан қыз орталыққа қарай беттеді. Бұл әдеттегідей кездесеміз деп келісілген жер еді. Сонда жетіп, үй бұрышындағы көлеңкеге ығыса бергенде көз ұшынан 2 қыз көрінді. Оның арада көп өтпей тар көшенің басынан 3-ші қыз көрінді. Міне, тап осы қыз жездесінің шәйнегіне уксус құюды мойнына алған қыз еді. Адамды улаған оңай ма? Бұл бергісі ғана, әрісі әзірлейінде ажал күтіп тұр. Егерде іс терісіне келіп насырға шапса, бал тілдері бұлдырлаған 2 қыз жетім қалып, бір бейбақ ана боздап жесір қалу қаупі бар. Мына қыздың жүрісі өңбей, аяғын селсоқ басқаны да сол еді. Қалай өнсін, қатты қорқып барамын, міне, очень страшно дейді іштей күбірлеп. Сонан соң менің осымен дұрыс па деген сұрақ келіп, қайта-қайта миына соғады. Мүмкін бір Құдайға тапсырып қоя салдым десем не болады? Алайда 3 қыздың қасына жеткенде көкейіндегі үрейде қорқынышта жоқ боп жоғалып кетті. Себебі мына күтіп тұрған қыздардың көздерінен әлде қайда өшпенділіктің ұшқыны көрді. Қорқып керегі жоқ, бізді аямағанда бізде аямаймыз деген девиз де бар. Осы сөзді өздеріне ұран санап жаттап алғандары қашан. Соңғы 3 айда баяғы сұмдық жайлы сөйлесе бастағанда кектеп қол берісіп еді. Содан оның ешкімде шығып кете алмайды. Уәдесін аты уәде болсын деп кектегі Құдайдікі. Осылайша амандасып алған 4 қыз үнсіз жүріп ауыл шетіндегі ескі дәріханаға жақында беттедік. Әне бір жатқан үлкен тастың үстіне шығып қарағанда үй алдында күйбеңдеген еркек көрінді. Анау азғын үй алдында жүр деп сыбырладым төменде тұрған 3 қызға келіп. Сонда бір-біріне үрпие қараған қыздар, ну шагу назад до конца дедім. Алға қарай жүре бердік. Әне жақындап қалғанда әлгі малғұн жезде сымақ басын көтеріп қарады. Сол аралықта жақындай түскен қыздардың арасынан жезде апам үйде ме деп сұраған бір қыз сытылып шыға берді. Қалайсың? Әсикош, апам мектепте жұмыста ғой деп маңдайынан аққан терді сүрткен жезде сымақ тездетіп есін жиды. Өйткені көз алдында осыдан 10 жылдан бұрынғы өздер зорлаған 4 қыз қатар тұрды. Мұндайды төмен қарамағанда қайтеді? Тілін жұтқан еркек күрегін алып қара жұмысқа қайта кірісті. Міне, тап осы сәтті күтпеген жас қыз үстел үстінде тұрған шәйнекке жақындай берді. Ал қалған 3 қыз болса қатарласа бұрылып үстел мен жездесінің арасын көлеңкелеген. Әне соны күткен қызда қарап қалмады. Дірілдеген қолымен уксус бөтелкенің аузын ашып шәйнекке сылқитты. Бір қызығы осының бәрін мына қыздар көз ілеспес шапшаңдықпен істеді. Сонан соң апам болса бірдеңе сұрайын деп келіп ем, сау болыңыз деген бойшаң қыз сырт айналып жүре берді. Осылайша тапатал төсте келген 4 қыз бұл үйді ұзап аяңдай берді. Ал соңдарынан біраз қарап тұрып, маңдайынан терін ағы сүрткен азғын үстелдегі шәйнекті алып отыра кетті. Тап осы жерде не болады екен? Мынаны келген қыздарға кішкентай кезінде істеген есіне түскені анық. Өйткені онан бері 10 жыл өтті. Жақында осы малғындардың 10 жылдық кездесулері болмақ. Мектеп бітіргендеріне 10 жыл деді. Бұйырса кездесері енді. Себебі оған дейін көздерін құрту керек деп
Келіскен 4 қыз соңдарына түсіп бастады. Бүгін міне тап қазір алғашқы операция жүзеге асты. Бұл енді сәтті операция болды ма болмады ма, оны қыздар біледі. Өйткені дәріхана маңындағы қалың ағаштың арасынан 4 қыз сығалап отыра берді. Сонда тағы бір рет маңдайын сүрткен малғын отыра кетіп, уланған шәйнектің басына көтерді. Сонда біздің балалығымыз ба, әлде қатты реніш өкпенділігіміз ба, ағаштың арасынан басымызды қылқитып қарап тұрып, ішер ішпесе қояр деп кетіп қалсақ болады ғой. Бізге сол малғынның ұсыс ішіп, жаным мұрны ұшына келгенін көргіміз келді. Сонда ғана өзіміздің ащы өксік тарап кеткендей көрінді. Басқа қыздарды қайдам, өз басым тап осындай күйде жүрген едім. Алайда бәріміз отырып мұңдасқанда олардың да кеуделерінде қатқан кек барын байқатқанмын. Құртты ғой біздің барымызбен барлығымыздың балалығымызды құртты ғой. Өріс көрісе қалсақ басымызды бұғып төмен қарап, сол баяғы 10 жыл бұрынғы ұмытпай жүрген кезіміз. Өйткені осы 4 қыз бұрынның ұрлығын бірі білетін нағыз Баукеспе ұрлардың күнін 10 жыл кештік. Әйтпесе бәріміздің де күнәміз жоқ, бейкүнәларымыз. Күнә түгілі кінәміз жоқ қой құрсын. Тек біз ол кезде ештеңе білмейтін бүлдіршіндерміз және ешкімге күші келмейтін қауқарсыз сәбилерміз. Құдай-ау, 5 жас деген бесіктен белі шықпаған бала ғой. Сондай балаларды аямаған мына азғындарды біз не үшін аяуымыз керек? Өлсе өмірем қатсын. Атыңа лағнеттер. Тап қазір мына малғын көз алдымызда домалап жатса, біздің ішімізден бір өкпе шығып кетеді. Әйтпесе бұл біздің депрессияға апарып ауруға шалдығамыз. Мұндайды басынан өткізгендер ғана түсінеді. Басқаның балалығына келмейді. Себебі есіңде жиған күннен бастап әлде қандай болар деп байға тигенше үрей қорқынышпен өмір сүресің. Әрі қарай тиген байыңмен бақытты болып кетесің бе? Сөз қуған мыжың болса, онда сен өлгенше қорлық көріп өтесің. Мұндайда еркек сорлы болса, не айтсаң да, қалай айталсаң да сезбейді. Сенген күннің өзінде де оның жүрегінде өмір бойы өшпес із қалады. Қатыным әлдекіммен жатты екен деп көңіреніп жүреді. Мұның байы бола тұра ойнас жасап, болмаса бесіктен белі шықпай жатып жігіттен жүретін қыздар болашағын ойлағандары жөн. Алдымен қалдым, алданып қалдым, жігітім аламын деп жүріп алдап кетті деген бұл айтарға сөз таппағанда айтатын қыздың сылтауы ғана. Өйткені қол аяғыңды керіп, байлап зорлаған бөлек, ал шошыңдап жүріп, өзің берген бөлек. Мына заманда қыздың қол аяғын байлап зорлайтын жігіт кемде-кем. Оған себеп қазіргі қыздардың көбісі жеңілтек мінез әрі қол жетімді. Ақыл айтты демеңіздер. Мен студент болғалы жылы біздің топтың өзінен қаншама қыздар құрыды. Соның ішінде 3-еуі туып қойып оқуынан кетті. Біз бір тамшы қанды бойымтайға зарығып жүргенде, олар барды құртып, оқудан айырылып масқара болды. Бұл енді берідегі жағдай ғой. Мен сол күнді сұмдықты айтайын. Біз сонда әне көтерді дегенімізше болмады. Қолына алған темір шәйнекті жерге қойған малғын сол үстелге отыра кетті. Онан лезде атып тұрып, қалтасынан бір пәшке темекі шығарып, бір данасын алды. Оның әрі-бері айналдырып біраз тұрды да қайта отырды. Бір кезде екі қалтасынан сыртынан ұстап көріп, оң жағына қол салып, отты шығарып, тигізіп, телефонға қарап біраз отырды. Біз анандай жерде талдардың арасынан көз алмай қарап тұрмыз. Арамыз әрі кетсе 100 қадамдай жер еді. Бұл болса темекісін бұрқыратып, сорып қойып, телефонын шұқиды. Соңғы шеккен темекісі болғандай сыбырлады мойнына асылып тұрған алдымдағы қызға. Түш, естіп қоядын демеші, деді саусағын еріне апарып. Естімейді, темекесінің иісі келіп тұр ғой, желі арғы жақтан, дедім.
Если получилось деп тұра берді. Сол аралықта сыңғысаған дыбыс шықты. Әй, мына бетін басып жылап отырған кім өзі? Бұл мына азғынның қатынның сіңілісі ғой. Саған не болды деп түртіп қалдым. Я боюсь, мне страшно дейді. Успокойся. Біз бәріміз біргеміз ғой деп тағы біраз қыз түртті. Негізі мұның қорқатындай бар еді. Өйткені оқсызды құйған осы қыз. Мұны ел естісе масқара емес пе? Бір қыз туған жездесін беріп өлтіріпті деген кімге болса да сұмдық естілмей ме? Біз кек қайтарамыз деп келістік, болды деп басынан сипаған болдым. Сол аралықта ну деп алдағы бір қыз күбірлей берді. Болды, біздің жоспар бойынша осылай болу керек еді ғой. Орнынан тұрып телефонын қайта салған малғұн шәйнекті қайта көтерді. Шүмегін аузына тығып қылқылдатқаны сол еді, лақтырып жіберіп лоқси берді. Сол жерде айналамда тұрған 3 қыз зып берді. Мен қасқайып тұрап қара бердім. Өле қал, қане деймін кінжіп. Алайда ол өлмеді. Анандайда төңкеріліп жатқан шәйнектің бар күшімен бір тепті. Қақпағы бір жаққа өзі, бір жаққа ұшқан шәйнек зыңылдап бара арқасына түсіп, ағып кете барды. Ал тамағына ұстаған малғұн тәтіректеп барып, үйіне кіріп жоқ болды. Сол кезде мен де шығып, алда бара жатқан 3 қызға қосылдым. Разведаемся, девушки деп бір қыз. Бұл біздің жоспарымыздың бар нәрсе. Біздің бәріміз бірге көшеден ешкім көрмеу керек. Сол үшін қуыс көшелерге кіріп жоқ болдық. Онан соң әркім өз үйіне кетті. Әрі қарай сөзіміз WhatsApp'та жалғасты. Как там, жезуха дейміз. Ол қыздан жауап жоқ. Эй, где ты, Любашка дейміз. Бұл жоқ. Аман болса бір жерден шығар деп қоя салдық. Сол күні түнге дейін бізге бұл қыз жауап бермеді. Қоңырау соққымыз келген, бірақ әдеттің артын бағайық деп үндемедік. Сөйтіп жүргенде әке шешем келді. Алдарына шай тамағын беріп, қастарында отырдым. Сондағы ауылда әлде қайта жаңалық болса, екеуі айтар деп едім. Ешкім ештеңе демеді. Әдетте кемпір мен шал боп жүйіркелесіп отыратын бүгін тым тырыс. Иттің ғана баласай, өлмегені ме деймін. Балалық қой, өле қалғай деп жүрмін ғой сонда. Сөйтем, азғын болса да өлмегені жақсы екен. Оны кейін түсіндім. Мен болсам кешке дейін телефонға үңілумен болдым. Әлде қандай жақсы хабар болып қалама деймін. Жалпы мен ғана емес, қалған 2 қызда жеке жазып сондай хабар күттік. Топта ашық жазуға ана қыздан ұялдық. Туған жездесі оның. Ал енді қараңғы түсіп, іңір болғанда WhatsApp'тағы топқа балдызы шықты. Что нового деп жан-жағына жамырап сұрап отырмыз. Жылап тұрған бір смайлі келді. Иттің ғана баласы өліп қалды ма екен? Біз күткен нәтиже сонда еді ғой. Тишина деп жазды ол қыз. Как это? Деп бәріміз аң-таңбыз. Ну не может быть дейміз. Ауырып жатыр екен дейді. Ойбай, ауырып жатқан несі? Қандай ауыру ол? Түсте ғана сап-сау еді ғой. Не знаю, Айгуля так писала депті отыр. Әй, біз не деген интернеттен оқып алдық қой. Оқсыз ішкен адам сеспей қатады дейді. Өйткені асқазаннан бастап ішкі құрылыстары ірітіп жібереді деп жазыпты. Мүмкін біз нормасын аз құйдық па? Сен өзің бәрін құйдың ба деп сұрадым. Бұл қыз жауап бермей шығып жоқ болды. Осы қыз өзі бәрін құйды ма? Сен көрдің бе деп сұрадым бір кезде жекесінен шығып. Өйткені мен анық көре алмаған едім. Я, құйды, құйғанын көзіммен көрдім. Помниш, ішкен кезде лоқсып жіберді. Оның үйіне қарап зыттық емес пе? Малғын дейді. Я, ғой, солай. Бір қылқытты да шәйнекті лақтырып тастап құсып жіберді. Онан бір теуіп, ұшырып жіберіп тамағын ұстап үйіне қарай қашты. Сонда әрі қарай не болды екен? Өлмей қалғаны қалай деп таң бол қалдық. Не болса да бізден келген сұмдық екенін білсе болды. Ол малғынға соны түсіндіруіміз керек.
мұның қайта өліп қалмай тірі қалғаны жақсы ма деймін. Білсін, біліп жүрсін, қашанда кармадастане, оны анау азғындарға айтып барсын. Сонда оларды біліп жүрсін, мына біз сияқты үрей қорқынышпен өмір сүрген қандай болатынын білсін. Біз 10 жылдан бері осындай страхпен арпалысып келеміз. Ертең үйіне барып көр, жатқан болса көзіне қара дедік. Бірақ ол қыздың ешқандай жауап болмады. Не барамын демеді, не бармаймын демеді. Дымын шығармай жоқ болды. Сонымен түн жарыдан ауды. Мына балдыз қыз қайтып қарасын көрсетпеді. Ал ертесінен ақ ауыл іші шу ете қалды. Сонда тыс ала алмай лоқсып жіберген, бірақ әрі қарай жұтса да аз мөлшерде жұтқан. Өзіне қастандық жасалғанын бірден білгенде үйіне кіріп бір банка айранды сіміріп алған. Міне осы ішкен айраны өлімнен аман алып қалған. Алайда абайсызда үйдегі ұлсыздан ұртап қойдым. Ешкімге ешқайдай шағымым жоқ деп жазып берген дейді. Демек, бізде кеткен күмәнін айта алмады деген сөз. Оның айта алмайтынын басқа қыздар да білмесе де, мына мен білетінмін. Сол үшін қорлық көрген 4 қыз боп бірге бардық. Тамағы өртенгеннен ақ біздің сүлбеміз көз алдына өтіп қап деген шығар. Бұл дегенің өте дұрыс болды. Әрі қарай басын бұғып төмен қарап өтетін болады. Біздің күніміз басына келеді. Айтқандай, анау атама Иска дегеннің бұл малғының да досы, әрі оң қолы. Демек, оған бәрін айтады. Баяғы өзіміздің қорлаған қыздардан келді дейді. Бұл оны қойнындағы қатынын айтпаса да, соған точно айтады. Я этім увернум қыздар. Сонда не істейміз? Ол деген түрі де жаман, өте қорқынышты адам ғой, дейді бір қыз. Қорқудың керегі жоқ. Ол енді менің кезегім қашан келеді деп өз ажалын күтетін болады. Оны ғой, вообще аямау керек. Его надо ликвидировать, если что возможно, дедім. Мұны естігенде мына 3 қыздың көздерінен қарсы шарасы шығып кете жаздады. Бұл бізді қайта жоспар құру үшін екінші рет бас қосуымыз еді. Өзімізше жоспарладық. Ликвидация деп атап та қойғанбыз. Біздің ауылмен ойнаған екен. Баяғыда айдың күнін аманы кеңес заманында бұл ауыл тентек ауыл деген ат алған. Қазір ғой басылды. Кезінде бізді дискотекаларда қыздар төбелесетін болған. Сонау аттары дүркіреп шыққан Волта Бегунка деген апалар біздің ауданның қыздары. Біз сол ауданда тұрмасақ та тиіп тұрмыз. Көлігің болса, әрісі 5-15 минут жол. Алайда біздің басқаларымен шаттығымыз жоқ. Тимегенге тиіспейміз. Бізді қортқан 5 малғыннан кек аламыз. Болды. Сен енді жезеңнің үйіне жиі барып тұр. Ол үйге анау атаман Иска келу керек дедім. Ол сол қызға. Мұнында басқа қыздарда құптай түсті. Келетіні анық қой. Мына малғын емханадан шыққан болды. Мән-жайды естіп жетіп келдік. Ал мән-жайды еститін ешкімнің күмәні болмаса, сол Исканың қазір Алматы жақта тұрады. Қаланың қызына үйленіп сонда кетті дейтін. Бізге сол керек. Мына ауылда жүрген екеуін қалаған кезде қақпанмен ұрып аламыз. Әне біреуін аудырып ұрдық. Екіншісі ештеңе емес. Ол менің үйіме жақын тұрады. Қашан қарасан қатына алақан жайып бірдеңе сұрап келіп тұрады. Сорлы сүттен бастап тұзға дейін сұрайды. Оның сілесін өзіме қатырамын. Қыздар, бізге керегі Иска. Сол Искандар деген айуан деп сөзімді доғардым. Оның да көзін құртамыз деген қыздар қолдарын созып ант ішіп жатты. Осылайша 8 қол бір-бірінің үстінен бір-бір шарт еткізіп, тіпті мұның соңы жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан дегендей болды. Себебі балаларым кішкентай, үйім ауылдың шетінде, бір өзім қорқамын деген апасы біздің тыңшы қызды үйіне алдырды. Сонда ғана
ликвидация жоспарымыздың алғашқы шабуылы сәтті де нәтижелі болғанын естіп білдік. Өйткені аудандағы емханада жатқан Қоржықтан сұмдық хабар келді. Сол түні ауданнан келген хабарға бәрімізде құлақ түре қарадық. Жезені облысқа алып кетіпті дейді. Ауданды деп естідік қой дедім. Жаймендеп ауруы асқынып барады екен, шұғыл түрде ота керек екен деді. Өлсе өмірем қапсын, сол ота үстелінен тұрмасыншы деп балдызының бетіне айтпасақ та басқаларымыз іштей күбірлеп қойдық. Алайда мұны естігенде біздің қыздар қорқа бастағанын байқадым. Мұндайда әрине қорқады, бірақ мына жерде қорқу түгілі кірпік қағу болмады. Бұл малғындарға жаным да ашымады, өйткені осы қыздардың арасында сарайдағы сұмдықты нақты есіне түсіре алатын жалғыз мен едім. Негізі бұл бәрінің де естерінде бар, бірақ олар нақты көріністі мен сияқты жіктеп айтып бере алмайды. Мүмкін ашып айтуға ұялатын шығар, кім білсін. Әне бір бәлелерін сипаттатқанын, ұстатқанын, ауыздарына салғанын қалай айтып берсін? Менің болса кек қатқан кеудемде соның бәрі сайрап тұратын. Сол үшін есімде барда қымсынбай айтып салдым. Қысқасы, біз мұнда қуанып жүргенде аудандағы малғындар облысқа әкетті. Сонда бәріміз басымызда бір ғана сұрақ, енді не болады дейміз. Мүмкін барлығымыз шығар, сотталамыз деп қорыққан емеспіз. Бәрі үшін жауап беруден аулақпын, өз басым қыңқ етпеген емеспін. Неге десеңіздер, балдыздан естіген сөзбен оның сөзі айтқан сөз бірдей еді. Абайсызда тоңазытқыштың үстінде тұрған уксусты боржоми деп ішіп жіберіппін деп айтқан дейді. Бұл балдызда айтқан сөз, яғни апасына байы сондай деген. Демек бізден келгенін білсе де жасырды деген сөз. Әйтпесе есік алдындағы қорған түбінде отырып, ішкенін бір емес 4 қыз бірдей көрдік қой. Сонда ол неге жасырды деп сұрасаңыздар айтайын. Қоржық малғын бұл сұмдықтың бізден келгенін біледі және де кек екенін біледі. Тіпті әдейі жасалған қастандық екенін біледі. Бірақ оны ешкімге айта алмайды. Айтса, неге, не үшін бұл қыздарды сенінде несі бар деген сұрақ туындайды. Егер де сол айтып қойған міндеттерді бізді жауапқа тартса, өзінің жақсы болмайтынын жақсы біледі. Бізді тергеуге шақырса, бұл түгіл анау атаман Исканың да арты ашылады. Ол кезде Исканың өзі мына азғында аман қалдырмайды. Ол Искаңсыз жайлы айтар болса, ол малғын қалада тұрады. Иска дегенде ауыл түгілі аудан дірілдейді дейтін. Қаладағы супермаркеттің біріне жеке бутигі бар. Қазір телефон, телевизор, ноутбук жөндейтін көрінеді. Оқуы радиотехникалық институтты бітірген. Ол өзі түрі сұсты, көзінен адам шошитын малғын. Сонда Қоржық біреуге бірдеңе деп айту керек. Иска оның терісін бір тірідей сыпырып алады. Демек ол тірі тұрғанда бұл ешкімге ештеңе айта алмайды. Сол үшін бұл сорлы кек екенін білгенде шәйнектің теуіп суға ағызып жіберді. Онысы айғақ жоқ жерде сұрақ жоқ деген сөз. Егер апаң сұраса тазалап отырып, ағын суға ағызып алдым дейсің дедім. Болды деген балдыз қуанып қалды. Ал 2 күннен кейін ол шәйнекті апасы сұрағаннан бұл оған суға ағызып алдым дегенін жазды. Міне, мұнан кейін біз қорқатында ештеңе жоқ қалмады. Және де сонау облыстан бір ота жасапты, енді екінші отаны жасайды екен деген қуанышты хабарлар үсті-үстіне келіп жатты. Оны естігенде біздің жұрт құрсын абай болмай ма екен, өліп кетпегеніне шүкір, уксус дегенді қолжетін жерге қоя ма екен, анау салақ қатын күнімен мектепте балаларының ішіп қоймағанына шүкір деген сөздермен бірінің бірінің қатыны сыбап жатты. Сыбасын сыбай берсін, ол оған аздық етеді. Қысқасы осымен Қоржықтың шаруасы бітті. Докторлар кеңірдегіне әлде қандай безді алып тастап аман қалды дейді.
Ал енді аман қалғаны қорсын, сөйлемейтін боп келді. Сөйлегісі келеді дейді, бірақ дауысы шықпайды дейді. Қатты күшеніп, қызара бөртіп сөйлеген қыз жел шығарғанмен бірдей дейді. Соңында бір бөлмеде отырып өз әйелімен WhatsApp'та жазып сөйлесетін болыпты. Сонда уксус деген удың құдіретін өздеріңіз ойлай беріңіздер. Осылайша 5 азғынның бірі көз алдымызда мылқауға айналды. Әрі қарай бәрі ішінде не үшін болғанын іші біледі. Біз оны қайғырамыз ба? 4 қыз баяғыдай мектебімізге барып келіп жүре бердік. Ендігі біздің аңдығанымыз Ешка деген азғын. Ол осы ауылда тұрады. Жап-жас келіншегі біз оқитын мектепте завуч. Өйткені әкесі аудандағы білім саласында бастық дейме, әйтеуір шөпке тышары дөкейдің қызы дейді. Мүмкін сонан болар. Көті кеше ғана ашылған келіншек біздің ауылдағы ең үлкен мектептің үкімін жүргізеді. Құдай-ау, оның алдында біздің директор қордай жорғалап, қызым деп қипақтап жүретін. Қорықпаңыз, директор апай, біз сізді құтқарамыз деп сыбырласып іске кірістік. Бұл мамырдың басы еді. Әлгі қоржықтың туған күні. Әкесі ұлым аман қалды деп бір қойдың басын қағып күндіз садақа беріпті. Түнде сыныптастары отырады екен деген ақпарат жетті. Біз болсақ екінші диверсияның жоспарын құрдық. Сонда мені араластырмаңдаршы деп баяғы балдыз әтегенен басын ала қашты. Өйткені бізге тағы да соның көмегі қажет. Оның басқамыз қалай барамыз? Ол бізге бөтендеу үй ғой. Ешкі деген жылпос көршінің арақ іше деп сұрадым бір қыздан. Ішеді, қисалаңдап үйіне келгенін талай көрдім ғой дейді. Көршің десем, бұл соның көршісі, біздің диверсанттың топтың мүшесі. Баяғы қора ішінде қатар тұрған 5 қыздың бірі бұл. Қыздар, енді бізге осы малғын керек. Біргеміз ба дедім. Біргеміз деп жамырап берді. Бірге болсаңдар кеттік деп орнынан тұрдым. 2 қыз соңымнан ерді. Көздегеніміз сол, Ешкі деген, соны аңдып бақтық. Құрдастар бас қосқан үй әуен ойнап, уда шу. Еркектердің дабыры мен қатындардың сыңғыр күлкісі шығып жатты. Иска бар ма деп жаздым. Бар, әне отыр деген балдыз қыз фото лақтырды. Осы фотоны сұраған себебім қандай киім киген көру болатын. Өйткені қолай келсе оның да аямаймыз деп ант ішкенбіз. Сонда түн қараңғыға да жазықсыз біреуді улап жібермейік дегеніміз еді. Бұлар негізі өте көп, өздері де иттей шұбырып көшеде жүретін. Оның үстіне орыс мектепте оқитын құрдастары да келіпті. Фотода көрінді. Ол көкжал Искаңыз болса төрге шығыпты. Әкесінің үйінде отырғандай жалпайып отырыпты. Оның жанында тағы бір құрдасы отыр. Әріде мұнай Ешканың зауыш қатыны. Слишком высокомерная шлава. Шапаттай боп төрге шығып алғанын қарашы. Негізі біздің ауыл орыс мінез болған соң шауқаны күндіз құран бағаштаса, жастары түнде арақ ішеді. Мыналарда асыры сілтеп, шуласып қоржықтың аман қалғанын тойлап жатыр. Ал айт, тағы да уксус ішкіземіз бе деп сұрады бір қыз. Уксус емес, басқаша жолын қарастырамыз дедім. Басқа қандай жолы бар деді. Жолы бар, оны бірақ сол кезде айтамын дедім де үндемей қоя салдым. Үшеуі де төмен қарап отыра берді. Себебі олардың бәрі маған қарайды. Бастап жүрген мен болған соң менен бұйрық күтеді. Мен не айтамын, соны жасайды. Маған да керегі сол еді. Мына қалы алақан жайып жүрген көршім мен анау Иска дегенді өзіме қалдырса болды. Менің баяғы есем осы 2 малғында кеткен. Сонымен түн біразға барғанда көрші қызың қорғанының ішінде күтіп отырмыз. Оған дейін 3 рет барып, қоржықтың үйіне торуылдап қайттық. Сағат тілі біразға барып қалды. Әй осы, мам қоя салшы, я до во дворе сижу дедім. Мамам
мамам ғой қайта қоңырау соғып қайтасың деп сұрап үйге кір деп жатыр. Сонан соң көп өтпеді. Толпа боп теңселген тентектер сендей соғылысып көшеге шықты. Іле-шала Уишли деген балдыздан WhatsAppқа хатта келді. Түнгі дауыс қатты шығады ғой. Қырқыл-жарқыл болған талпа біз жақындай берді. Үшеуміз де басымызды бұғып бүкшиіп отырмыз. Олар көшедегі жолда, біз жол жиегіндегі қоршаудың ішіндеміз. Содан біздің тұсымызға жеткенде тұра қалып құшақтаса бастады. Давай, пока, бауырым, до завтра, дейді Иска Малғұн. Оның зауыш қатынымен құшақтасып тұрып, Ишка, я завтра уезжаю деп қалды. Қап құрсын, мына Малғұнның құтылып кететін түрі бар. Бүгін бірдеңе қылмасам деп кеш қаламын. Бірақ қандай жолы бар дегенімше болмады. Қатынын қолтықтаған Ешка қорғанына кірді. Біз бастарымызды қылтып отырып қарап отырмыз. Өзі қатынына сүйеніп, соғылып әрең келеді. Қысқасы 5 метрдей жерде өтіп, есігінің алдына барды. Қалтасынан кілт шығарғанда қатыны құлыпқа салып есікті ашты. Енді не істейміз? Қатыны бар ғой деп сыбырлады бір қыз. Енді анау Исканың соңына түсеміз. Мына Малғұнды кейін көреміз дегенімше болмады. Есік ашқан қатыны үйіне кіріп, Ешканың әрі қарай әжетханаға кетті. Қыздар екеуің де үйлеріңе қайта беріңдер, мен кейін деп атып тұрдым. Сонда үрейлері ұшып әрең отырған екі қыз шығып зып берді. Мен үйдің жанымен бұғып өтіп, Ешканың соңынан жеттім. Сол сәтте артқы жағымнан жеткен ащы дауыс шығып, Ешка, «Що, лампа не горит? Сигарела что?» Зауыштың дауысы шығып жоқ болды. Басымды бұғып отырып қалдым. Әбүйір болғанда есіктен басын шығарып айқайлаған қатыны ішінен тар шапты. Сорлы, ол лампа қайда жанады? Мен оны көрші қызға сындырып таста деп тапсырғанмын. Осылайша менің жолым болды. Қалтамдағы жарты литрлік баклажканы шығарып жақындай түстім. Бұл Малғұн біраз нәрсе ішкен ғой, талтайып тұрып шырылдатып сүйіп жатыр. Сөйте тұра әрі бері теңселіп кекіріп қояды. Жеттім, мен оған жеттім. Тағы 2 қадам бассам болды. Көк желкесінен төнемін. Жаймен қолымдағы баклажканың аузын ашып келіп қалдым. Ал әрең дегенде сүйіп бітірген азғын шалбарын көтеріп ременін сыңғырлатып жатты. Енді қозғалсам болмайды. Беті бері қарамай тұрып көзін құртуым керек. Әйтпесе аман қалса танып қою мүмкін. Алайда таныса тани берсін. Танығаны да жақсы емес пе? Тіпті мен екенімді білсе де, бұл оны ешкімге айта алмайды. Айтқанда анау Исканы соңына қалдырғанымыз жөн сияқты. Өйткені ол аман жүрсе, мыналар бізді таныса да сатып бере алмайды. Әйтпесе қожық дегенің біздің келгенін сұмдық екен білмеді. Білмеді емес, біледі ғой. Бірақ ешкімге ештеңе айта алмайды. Қарада тұр, мынауыңда тап сондай болады. Бастысы дәл түсіп көздеген жеріме жетуім керек. Әне шалбарын ремені ілдіре алмай әуреге түсіп Ешканың теңселе берді. Сол сәтте қолымдағы көтеріп құлағының төбіне жеттім. Сонда оң жағынан сымаңдаған қолы көтергенде байғұстың аңы ұшып аңтарылып қалды.